Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз судың пайдасы қандай, яғни адам қанша көп ішу керек суды. Су бұл тіршілік көзі болып табылады. Жалпы ғалымдардың айтуы бойынша адамның организмде 65% судан тұрады екен. Судың адамның ағзасына денсаулығын тигізетін пайдасы өте көп. Күніне 2 литр су ішуіміз керек деген кеңестерді жиі естиміз, бірақ неліктен оның зияны да әсері бар екенін білмей жатаймыз. Ол қандай деп қойылатын болса, судың пайдасы: суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда өзіміздің ағзадағы токсиндар, тұздар шығарылады. Сондықтан да жұқпалы аурулар улану кезінде көбірек ауыз суын ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын да және сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіп жүрміз. Өйткені күнделікті су ішпесек, теріміз құрғап, өз серпімділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Ал сіз судың зияны туралы білсеңіз, ағзадағы судың мөлшері тым көп болса, жүрек және бүйрекке жүктемеген екі әсері де арттырады. Және де достар, суды тым ыстық қылып ішу де асқазанға ойық, жара немесе кез келген ауру әкеліп соғуы мүмкін. Суық суды ішу де зиян, өйткені ол асқазан мен ішкі құрылысты салқындатып, біраз уақытқа дейін аурулар әкелуі мүмкін. Ауа райы ыстық болғаннан кезінде де жылы су ішуге кеңес беремін. Денсаулықты қалпына келтіретін бір қарапайым әдіс сол аш қарынға бал қосылған жылы су ішу. Бал қосылған суның несімен пайдалы, оны қалай ішу керек? Бал қосылған су, яғни ол организмге табиғи процесті жандандырып, асқазанның жұмысын белсенді етеді. Келесі бізде лимон қосылған жылы судың пайдасы. Құрамында аскорбин кислотасының болуында. Нәтижесінде мұндай сусын ағзаның иммундық жүйесін нығайтады. Сонымен қатар лимон қосылған су қан құрамында қантты азайтып, адамды сергітеді, организмге қуат береді. Жалпы достар, бүгінгі су туралы тақырыбымыз осымен тамам. Келесі кездескенше.